Сәлем достар, бүгін біз ең оңай салат дайындаймыз, хрустящий. Ол үшін бізге пекин салаты қажет. Осыны осылай турап немесе қолмен өткізіп саламыз бірінші слой, содан кейін үстіне майонезді қазір жағып шығамыз. Жұқалап. Қасықпен жақсаңыз, олай не получится, поэтому жұқа бұлай салафанмен жасап алғандарыңыз дұрыс. Кішкене тұз, бір шымшым тұз себеміз. Және де 2 кішкентай картопты алып, қазір мен үккіштен өткізіп аламын. Оның крахмалын шығару үшін бірнеше қайтара, 2-3 қайтара суға салып, крахмалын шығарып тастаймын. Міне осылай салфеткаға салып кептіріп аламыз. 2-3 рет сорғытып. Егер бұлай істемесек, біздің картоптарымыз қытырлақ болмайды. Енді екінші слой бізде куриная грудка. Осыны осылай суға пісіріп алып, жақсылап бұны 4-3 немесе соломкаға тураймыз қазір. Екінші слойға осыны саламыз. Міне осылай екінші слойда кетті бізде. Соған тоже майонезін қосып шығамыз. Ал ендігі слойымыз біздің қияр. Қиярды тоже үккіштен өткізіп, осылай бетіне салып шығамыз. Потом майонез жағамыз. Келесі слой осылай помидорды салып шығамыз қазір әлі. Осылай 4-5 қылып турап, тұз сеуіп майонез себеміз. Содан кейін осылай қатты қосып тұрған майға аздап жаңағы үккіштен өткізген картоплымызды саламыз. Әбден қызарғанша, қызарған кезде сүзіп алып тастаймыз. Осылай қызарып піседі. Осылай салфеткаға алып жайып аламыз. Бұнда майы сорылсын деп. Бұнда екінші қалған жартысы пісіп жатыр. Ол барлығын үстіне түсіре аламыз. Мінекей ең соңында біз картофель пайды саламыз. Содан кейін қараңыздар, егер сіздерге ұнап жатса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.